Сәлеметсіздер ме 9 сынып оқушылары? Бүгін біз 3-ші тоқсан бойынша геометрия пәнінен жиынтық бағалау есептерін талдаймыз. Бірінші есеп: бүйір қабырғасы 12 см болатын ABCD тең бүйірлі трапециясына іштей шеңбер сызылған. Трапецияның ауданы 72 см квадрат, іштей сызылған шеңбердің радиусын табыңыз. Біз бұл жерде тең бүйірлі трапецияға шеңбер іштей сызылып тұр. Кез келген төртбұрыш шеңберге сырттай сызылу үшін олардың қарама-қарсы қабырғаларының қосындысы тең болу керек. А, Б, С, Д деп алатын болсам егер мен трапецияны, онда АД мен ВС-ның қосындысы АБ мен СД-ның қосындысына тең. Енді бұл жерде тең бүйірлі дегендіктен АД мен БС-ның қосындысы 2 еселенген АБ-ға немесе 2 еселенген СД-ға тең. Және бүйір қабырғасы 12 екендігі беріліп тұр. Осы жерден мен АД мен БС-ның қосындысының 24 екенін біле аламыз. Ауданы берілген 72 см квадрат. Енді іштей сызылған шеңбердің радиусын табуымыз керек. Формуланы жазып қойдым оқушылар. Радиус тең болады h бөлінген 2. Себебі байқап тұрсаңыздар, біздің шеңберіміздің диаметрі осы трапецияның биіктігіне тең болады. Сондықтан келесі қолданатын формуламыз мінекей. Осы формуладан h-ты тауып аламыз. H тең болады 2 еселенген s-ті a қосу b-ға бөлемін. 2 көбейту 72 бөлінген 24. Онда 3, 6. Сонда радиусты табу үшін 6-ны 2-ге бөлеміз. Іштей сызылған шеңбердің радиусы r тең болады 3. Екінші есеп: ABC сүйір бұрышты 3 бұрышында AB 16 см, BC 8, түбірасты 6 және бұрышысы 45 градус. А бұрышының градустық шамасын табыңыз. Кез келген 3 бұрыш салайық. А, Б, С. С бұрышы бізде 45 градус. АБ қабырғасы 16, ВС 8, түбірасты 6. Бізге табу керек А бұрышының градустық өлшемін. Енді қараңыздар, С бұрышына қарсы жатқан қабырғамыз АБ. АБ-ның синус бұрышсыға қатынасы БС-ның синус бұрыш А-ға қатынасына тең. Сонда синус бұрыш А тең болады БС-ны синус бұрыш С, немесе С бұрышының синусы АБ-ға бөлеміз. ВС 8 түбірасты 6 көбейту синус 45 градус түбірасты 2 бөлінген 2, АБ 16-ға тең. 16 мен 8-ді қысқартамыз. 2 түбірасты 6-ны түбірасты 2-ге көбейтеміз. Түбірасты 12 бөлінген 4, немесе 12-ні мен 4 көбейту 3, түбірастынан 2 түбірасты 3 бөлінген 4 тең болады түбірасты 3 бөлінген 2. Синус неше градуста түбірасты 3 бөлінген 2-ге тең болатын еді? 60 градуста. Осы есептің BC ABCD параллелограммында диагональ арасындағы бұрыш 30 градус, асы 8 түбірасты 3-ке, V-да 6-ға тең болса, параллелограммның AB қабырғасын табамыз. Параллелограмм саламыз. А, Б, С, Д, А, О, Б. Яғни диагональ арасындағы бұрыш, мынадай етіп диагональ жүргіземіз. Диагональдардың қиылысу нүктесі О нүктесі. А, О, Б. Мына жердегі бұрышымыз 30 градус. Бұрыш А, О, Б тең 30 градус. Асы тең 8 түбірасты 3. Б-ді тең болады 6 см. АБ қабырғасын табуымыз керек. Асы беріліп тұр. АУ дегеніміз асының жартысы. Негізі оқушылар есеп жазған кезде мұның барлығы жазылу керек бізде. Мысалы А, Б, С, Д параллелограмм. Есептің шартында не беріп тұр? Барлығын жазып табу керек. Соның барлығын жазыңыздар. Шешуі:
Енді қараңыздар, асы бізде 8 түбір асты 3 болса, АО дегеніміз оның жартысы. Асыны бөлеміз 2-ге. 4 түбір асты 3 сантиметр. Сосын В-ды берілді. ВО дегеніміз В-дың жартысы, демек ол 6-ны 2-ге бөлеміз 3 сантиметр. АВ дегеніміз мына бұрышқа қарсы жатқан қабырға. Олай болса, біз косинустар теоремасын қолданамыз. АВ квадрат тең болады. ВО квадрат қосу АО квадрат азайту 2 еселенген. ВО көбейту АО көбейту косинус 30 градус. АВ квадрат тең болады. БО-ның квадраты 9 қосу АО-ның квадраты 16, 48, азайту 2 көбейту 3 көбейту 4 түбір асты 3 көбейту косинус 30 градус, ол түбір асты 3 бөлінген 2. АБ квадрат тең болады. 48-ге 9 қосамын, 57. 2 мен 2-ні қысқартып жіберемін. Түбір асты 3-ті түбір асты 3-ге бөлсек болсақ 3, 3 үшін 9, 36. 57-ден 36 аламыз. 21. Абымыз түбір асты 21-ге тең. Үшінші есеп, бір бұрышы 120 градусқа тең үшбұрышқа сырттай шеңбер сызылған, ол шеңбердің радиусы 6 см. Үшбұрыштың үлкен қабырғасының ұзындығын табыңыз. Берілгеннен бастап жазып көрсетейік. Берілгені үшбұрыш АБС деп алсақ, үшбұрыш АБС шеңберге іштей сызылған. АБС болсын. Шеңбердің радиусы 6 см. Бұрыш АБС 120 градус. Табу керек біз үш бұрыштың үлкен қабырғасы, яғни асының ұзындығын табу керекпіз. Шешуі. Біз шеңберге сырттай сызылған үшбұрыштың ауданын табу формуласын білеміз. Шеңберге іштей сызылған үшбұрыштың ауданын табу формуласын білеміз. Сонда шеңберге іштей сызылған үшбұрыштың ауданын табу формуласы S тең болады. АБС бөлінген 4R. Енді қараңыздар. Бір бұрышы 120 градус болатын болса, сырттай сызылған шеңбердің радиусы 6 см. Үшбұрыштың ауданын табу формуласы S тең болады 2-ден 1 А көбейту Б көбейту синус 120 градус. Яғни А мен Б көбейтеміз. S тең болады 2-ден 1 А көбейту Б синус 120 градус. Қалай жазып аламыз? 180 азайту 60. 180 азайту 60, ол бізде екінші ширек синус 60 градустағы мәні түбір асты 3 бөлінген 2. Тең болады. Сонда 4-тен түбір асты 3 А көбейту Б. Енді осыдан сыны тауып аламыз. С тең болады. С көбейту 4R бөлінген А көбейту Б. Тең болады. S дегеніміз, мінекей, 4-тен түбір асты 3 А көбейту Б көбейту 4R, ол 4 көбейту 6 бөлімде А көбейту Б. А көбейту Б мен А көбейту Б қысқарады, 4 пен 4 қысқарады, нәтижесінде 6 түбір асты 3 қалады. Жауабы С тең болады, немесе Асы тең болады 6 түбір асты 3 сантиметр. Төртінші есеп. СДЕ доғал бұрышты тең берілі үшбұрышқа центрі О нүктесі және радиусы 13 болатын шеңбер сырттай сызылған. Берілгенін жазайық. Үшбұрыш СДЕ тең берілі үшбұрыш. Және де осы үшбұрышымыз іштей сызылған.
шеңберге іштей сызылған. Шеңбердің радиусы 13-ке тең. Үшбұрыштың табаны СЕ 24-ке тең. Табу керекпіз. Осы берілген СДЕ үшбұрышының ауданы. Шешуі. СДЕ тең берілі үшбұрыш, СД және ДЕ қабырғалары тең. Егер біз Д мен О-ны қосатын болсақ, бұл әрі биссектрисасы, медианасы, биіктігі болады. Сондықтан мына СЕ қабырғасы СК, КЕ деп екіге бөлінеді. СК тең КЕ. Ары қарай мына жер бізде 90 градус болады. Сосын радиусы 13 болатын шеңбер сырттай сызылған үшбұрыштың ауданын табуымыз керек. Так. Мына жерде бізде 90 градус болады. Сонда біз мынадай үшбұрышты қарастырамыз. Үшбұрыш ЕКО. Бұл бізде тікбұрышты үшбұрыш болады. ЕО белгілі, ол 13-ке тең. ЕК белгілі, себебі 24-ті 2-ге бөлеміз. 12-ге. Сонда мына жердегі КО-ны тауып ала аламыз. КО тең болады. ЕО-ның квадратынан ЕК-ның квадратына азайтамыз. 13-тің квадраты 169, содан 12-ның квадратына азайтсақ, бізде 25 шығады, 25-тен түбірден 5 шығады. КО 5-ке тең. КО 5-ке тең болса, онда ДО-ны тауып аламыз. ДО тең болады. ДК-ны тауып аламыз. ДО бізде 13-ке тең болса, содан 5-ті алып тастаймыз. 8 ДК, немесе ол H болып есептеледі, ол 8-ге тең. Сосын тең берілі үшбұрыштың ауданын табу формуласын қолданамыз. 2-ден 1 көбейту СЕ көбейту ДК. 2-ден 1 көбейту СЕ 24 көбейту ДК 8-ге тең. 24-ті 4-ке көбейтеміз, 96. Жауабы 96. 5-ші есеп, ұзындығы 9 дециметр және 24 дециметр болатын екі таяқша бір ұшымен бекітілген. Таяқшалардың екінші ұштарының арақашықтығы 21 дециметр болу үшін олардың арасындағы бұрыш қандай болу керек? Яғни былай етіп жасалған болып тұр. Ұзындығы біреуінде 9, біреуінде 24. Мына екінші ұштарының арақашықтығы 21 болу үшін мына жердегі бұрыштың қанша градус екендігін табуымыз керек. Бұл бізде үшбұрышты береді. АБС үшбұрышы берілгенін жазып қояйық. Үшбұрыш АБС бұл кез келген үшбұрыш. АБ қабырғасы 9, АС қабырғасы 21 және БС қабырғасы 24. Табу керекпіз бұрыш АБС. Шешуі. Косинустар теоремасын қолданамыз. АС квадрат тең болады. АБ квадрат плюс БС квадрат минус 2 көбейту АБ көбейту БС көбейту косинус альфа. Мына осы жердегі косинус альфаны табуым керек. Косинус альфа тең болады. АС квадраттан азайтамын. АБ квадрат плюс БС квадраттың қосындысын және минус 2 АБ көбейту БС-ға бөлеміз. Тең болады.
асының квадраты 21-дің квадраты. Так, 1, 2, 2, 441. Так, 441. Азайтамын. А-бұның квадраты 81, оған қосамын 24-дің квадраты. 6, 1 ойда 9, 8, 4, 576. 576 бөлімінде. Минус 2 көбейту 9, көбейту 24. Так, 441-ден азайтамыз. 576-ға 81 қосамын. 7, 5, 657. Минус 2 көбейту 9, көбейту 24. Минус 657-ден 441-ді аламыз. 6, 1, 216. Минус 216, минус 18 көбейту 24. Сонда мына жерде қысқартып жіберетін болсақ, бізде 2-ден 1 шығады. Енді косинус альфа 2-ден 1 болса, онда альфамыз бізде 60 градусқа тең. Алтыншы есеп, суретте кеменің маякқа қатысты орны көрсетілген. Егер екі маяктың арақашықтығы 15 км болса, кемеге қай маяк жақын? Жауабын негіздеңіз. Таңдалған маякқа дейінгі қашықтық қанша? Жауабын 100-ке дейін дөңгелектеңіз дейді. Көріп отырсаңыздар, егер екі маяктың арақашықтығы АБ бізде 15 км болса, кемеге қай маяк жақын? Қараңыздар, 110 градус, мына жер 40 градус болса, 150, сонда мына жер 30 градус болады. Әрине қайсысы жақын болады? 30 градусқа қарсы жатқан қабырғаңыз ұзын бола ма, әлде 40 градусқа қарсы жатқан қабырғаңыз ұзын бола ма? Сондықтан мына жерге жауапты сіз бірден бере аласыз. Мынаның барлығы есептеудің қажеті жоқ. Так, үлкен градусқа қарсы жатқан қабырғаңыз үлкен болады. Сонда кемеге қай маяк жақын? Яғни 30 градусқа қарсы жатқан мына А маягы жақын. Сонда мына жерге А маягы жақын дегенді көрсету үшін былай жазамыз. Бұрыш А үлкен бұрыш Б-дан, олай болса АЕ кіші БЕ-ден. Демек, А маягы жақын. Енді екінші сұрақ. Таңдалған маякқа дейінгі қашықтық қанша? Енді бұл жерде біз мына Б-ні бекер есептеп отырмыз, себебі таңдалған маяктың қашықтығы мына жерде тұр. Осыны тауып алуымыз керек. Мынаның барлығы бізге қазір қажет емес. Сонда бізге қазір табу керектігі АЕ-нің синус 30 градусқа қатынасы тең болады АБ-ның синус 110 градусқа қатынасы. АЕ-ні табу үшін АЕ тең болады. Синус 30 градус белгілі ғой. 2-ден 1-ді 15-ке көбейтеміз, және оны синус 110 градусқа бөлеміз. 15-ті 2-ке бөлсем 7,5, синус 110 градус мына жерге мына есептеген болатынбыз. 10.000-нан 9.397. Қазір енді 100-ке дейін дөңгелектеп жазамыз. Неге 7,5-ті бөлеміз 0,10.000-нан 9.397-ге 100-ке дейін дөңгелектеген кезде 7,198. Сонда таңдалған, яғни кемеден А маягына дейінгі қашықтық осы 7,198-ге тең екен.